Рухани келісім күніне орай Әбілқас Саханов атындағы Қарағанды техникалық университетінде студенттермен кездесу өтті. Шараны Дін істері басқармасы ұйымдастырды. Діни сауаттылықты арттыруға бағытталған басқосу жайлы тілші тарқатсын. Студенттер дәстүрлі емес діннің түрлі айламалдарына бой алдыратын жаста. Ал цифрлық технология заманында интернетте шындық қайда, өтірік қай жерде екенін түсіну қиын. Мемлекеттік басқару академиясының Қарағанды филиалының директоры Серікжан Байбосынов сыни тұрғыдан ойлауды үйрену және жалған ақпаратты қалай ажыратуға болатынын айтып берді. Әртүрлі ақпараттар бар. Мынау дін саласы болсын, мәдениет саласы болсын. Осы жағында студенттердің заманауи нақты ақпарат көздерімен жұмыс істей білуі бұл өте маңызды. Себебі өздеріңіз білесіздер, ақпарат деген өте қауіпті құбылысқа айналып отыр бүгінгі күні. Себебі кез келген зерттелмеген, кез келген анықталмаған ақпарат бұл соңы өкінішке әкелуі мүмкін. Мамандар ең бастысы сенімді және ресми ақпаратқа сену екендігін алға тартты. Ал қоғамда резонанс тудыратын жаңалықтардың байыбына бару қашанда өзекті. Дін істері басқармасының басшысы Жанболат Сектайдың айтуынша, жастармен мұндай кездесулердің маңызды және олардың жалған діни ағымдарға бой алдырмау керектігін жеткізу басты мақсат. Мақсатымыз тұрғындардың діни құқықтық білімін арттыру болып табылады. Енді бүгінгі нақты іс-шараны айтсақ, ол бізде жастар өзі осы радикалды идеологияға, осал топтарға жатқызылған. Сол себепті біз осындай жастардың арасында іс-шараларды ұйымдастырамыз. Бүгінгі іс-шара біздің алда келе жатқан рухани келісім күніне арналған кездесу болып табылады. Арнайы спикер шақырылды. Әбілқас Саханов атындағы Қарағанды техникалық университетінің оқытушыларының айтуынша, студенттерге бар дінді құрметтеу керектігін үнемі айтып отырады. Ал елімізде ұлтаралық достық қашанда өте маңызды. Чтобы объяснить, разъяснить. Бұл басқосуымыздың маңызы өте зор. Еліміздегі тұрақтылық бағытында өте табысты саясат жүргізілуде. Студенттеріміздің ойын білу, тілдесу қашанда өзекті. Осы арқылы алдағы бағыттар айқындала түседі. Кездесуде отансүйгіштікке баулу тақырыбы да кеңінен қозғалды. Спикерлер 150 студентке тәрбиелік мәні бар дәріс оқыды. Мақсат Бисенаев, Еркебұлан Бекхожин білдірген асығат Сарыарқа телеарнасы.